Сәлем қыздар, бүгін біз пельмен, яғни түшпәрә қатырамыз. Ең алдымен аздау пиязды майдалап турап аламыз. Екі кішкене пияз болса жетеді. Пельменге ләж болса, көп пиязын қажет етпейді. Фаршы мол болса, жегенге де әдемі, ішінде де пияз көп жүрмейді. Соны фаршты аласыз, аз ғана пиязбен жақсылап араластырып аласыз, тұз, бұрыш қосып аласыз. Бір келкі массаға келгенше жақсылап араластырамыз. Содан кейін қамыр жайып аламыз. Қамырымыз қаттылау болу керек, және де сәл қалыңдау болу керек. Сосын үйден тіс шұқығыштың ыдысы бар ғой, зубочистканың. Соны алып, осындай дөңгелектер жасаймыз. Дөңгелек болған түшпәрамыз бір келкі әдемі болып шығады. Осылай дөңгелектеп аласыздар, біразын жасап аласыздар. Осы бір зуаланың бәрін дөңгелектеп, қалғанын жақсылап мыжып сап қойсаңыздар, қалташаға демде жұмсарып қалады. Мен үнемі осындай дөңгелекше пельмен жасаймын. Ол жегенге әдемі, сосын бір келкі түседі, дәу болмай, бір келкі болып әдемі, сүйкімді болып көрінеді. Осылай ортасына фарш салып, салмасын салып, жақсылап бір келкі етіп түйіп аласыздар. Міне түйу жолын көрсетіп жатырмын видеода. Осылай түйіп, кішкене ұн сеуіп, тақтайшаға реттеп тізіп аласыздар. Содан морозильникке сақтайсыздар. Кішкене қатырғаннан кейін қалташаға, яғни селофан пакетке салып қойсаңыз болады. Бұны морозильникке осы тақтай күйінше апарып қатырып аласыз бірінші кезде. Кейін сәл қатайғаннан кейін селофанға салып дайындап қоясыз, керек кезде алып жейсіз. Менің арнама тіркеліп кетіңіздер.